Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 73 көк аспан. Бірінші тапсырма. Берілген тірек сөздер арқылы бүгінгі тақырыпты болжап сұхбат құрыңдар. Тірек сөздер: көк аспан, ауа қабаты, атмосфера, бұлтты аспан, ашық аспан. Сәлем достар, бүгінгі тақырыпты мына тірек сөздерге қарап болжаңдаршы. Көк аспан, ауа қабаты, атмосфера, бұлтты аспан, ашық аспан. Меніңше бүгінгі тақырып аспан туралы болмақ. Иә, дұрыс айтасыңдар, аспанның түсі өзгерістері туралы болса керек. Шынында осы аспанның түсі неге көгілдір екен? Бұл сұрақтың жауабын бүгінгі сабақта түсінетін болармыз. Екінші тапсырма. Мәтінді бір-біріңе оқып беріп түсіндіріңдер. Түсіндірмелерің мен мәтін арасындағы айырмашылықты анықтаңдар. Аспан неге көгілдір? Жерді ауа қабаты, атмосфера қоршап тұр. Ол жерді суықтан, зиянды сәулелерден және ғарыш тастары, метеориттерден қорғайды. Атмосфераны ауа мұхиты деп те атауға болады. Ауа жерді қоршап тұрған көзге көрінбейтін газдардың қоспасы. Ол түссіз, оның иісі жоқ. Біз ауаның ағынын сеземіз. Қозғалатын ауаны жел деп атайды. Жел ауа райына байланысты суық, жылы және ылғалды болады. Ауа барлық тіршілік атаулыға тыныс алу үшін қажет. Күн сәулесі ауа қабаты арқылы өткенде өзінің жарықтығын жоғалтады. Сөйтіп аспан көгілдір болады. Ауада шаң бөліктері, түтін көп болса, аспан ақшыл, кейде қызылдау болып көрінеді. Менің алғашқы энциклопедиям жинағынан. Үшінші тапсырма тыңдалым. Рымбаеваның орындауында «Құс жолы» әнін тыңдап, ән мәтінінде көтерілген мәселелерді анықтаңдар. Аспан шайдай ашық, жұлдыз қандай қашық. Құс жолы ғарыш, көкке туған жерден телмірем жандай ғашық. Қолға келіп қонса жұлдыз, жанға серік болса жұлдыз. Ғарышқа қанат қақты туған жерден самғап қаншол қыз. Ұласбек Есдәулетов. Мәтінде көтерілген мәселе жастардың биік армандарға ұмтылуы. Осының арқасында елдің өсіп-өніп көркейетіні туралы айтып отыр. Төл сөз бен автор сөзі өзара төрт түрлі тәртіппен орналасады. Төл сөз автор сөзінен бұрын тұрады. Мысалы, ата-бабамыз ауа райының ерекшеліктеріне қарай жылды 4 маусымға бөлген, деді Айдана. Екінші, төл сөз автор сөзінен кейін орналасады. Мысалы, Асхат былай деді: ескі ай кетіп, жаңа ай келетін уақыт өлара деп аталады. Үшінші, төл сөз автор сөзінің арасында орналасады. Мысалы, Асылбек те өз ойын ортаға салып, бұл кездері ауа райында өзгеріс болады деп есептеп, күннің суытуын күткен, деді. Автор сөзі төл сөзінің арасында орналасады. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі негізгі ойға қатысты тірек сөздерді анықтап, олармен тең төл сөз бен автор сөз түрінде сөйлемдер құрастырыңдар. Аспан сүті. Айлы түнде бұлтсыз аспанда солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатқан ақ жолақ көрініп тұрады. Ол құс жолы деп аталады. Оған күн жүйесі және тағы осындай бірнеше жұлдыздар жүйесі кіреді. Құс жолы күз айларында жақсы көрінеді. Жыл құстары көктемде келгенде және күзде жылы өлкеге қайтқанда осы жолдың бағытымен ұшады екен. Галактика сөзі ежелде мысырлық гала, сүт деген сөзден шыққан. Бұл галактика сүт жолы немесе құс жолы ретінде әйгілі. Менің алғашқы энциклопедиям жинағынан. Мәтіндегі тірек сөздер: аспан, құс жолы, күн жүйесі, жұлдыздар, жыл құстары, галактика, тағы басқа. Төртінші тапсырма жауабы. Айлы түнде аспанда құс жолы деп аталатын созылып жатқан ақ жолақты байқадым, деді Арай. Күн жүйесімен және бірнеше жұлдыздар жүйесі құс жолына кіреді, дейді ғалымдар. Жыл құстары жылы өлкеге қайтқанда құс жолы бағытымен ұшады, дейді зерттеушілер. Ғалымдардың айтуынша, галактика сүт жолы немесе құс жолы ретінде әйгілі. Бесінші тапсырма. Ғаламтор мен қосымша әдебиеттерден аспан денелері жайлы бір қызық аңыз әңгіме жазып алыңдар. Темірқазық аспанның солтүстік жиегіне орналасқан. Ол өз орнын еш өзгертпейтін болған соң осылай аталған екен. Ал басқа жұлдыздар тұрақсызданып, орындарын ауыстырып қаңғып кете береді екен. Тек темірқазық қана өз орнынан жылжымай тұрыпты. Түнде адасқан жандар темірқазыққа қарап бағытын анықтапты. Мұны көрген Тәңір темірқазыққа ерекше жарық нұр сыйлапты. Осыдан соң басқа жұлдыздар да өз орындарынан жылжымай тұруға бел байлапты. Алайда олар үйренген әдетін тастай алмай, бірде жоғары шығып, бірде төмен түсіп батып кете береді екен.
Алтыншы тапсырма. Төл сөздің орналасу тәртібін негізге алып, ізденімдік тапсырма мәтініндегі сөйлемдерден сұхбат құрастырыңдар. Сәлем достар, сендер темірқазықтың неге бұлай аталу себебін білесіңдер ме? Деді Аңсар. Жомарт. Ол ешқашан өз орнын өзгертпейді, ешқайда ауып кетпейді, сондықтан осылай аталған. Айша. Шынында ол бір орнында тұрып, түнде адасқандарға бағыт-бағдар беріп отырады екен, деп өз білетінін ортаға салды. Сонымен қатар ол өте жарық жұлдыз да саналады, деді Ақнұр. Жарайсыңдар достар, деді Аңсар. Сендер мен ойлағаннан да көп біледі екенсіңдер.